Армысың қызық. Соңғы кезде сансырап сандалып жүрміз. Өзіміз ғана сандалып қоймай, қазақтың бүгінге жеткізген ұлы дүниетанымын сандырақтатып сандалтып қойдық. Соның біреуі мына шежіре. Қолдарында микрофон, жүгіріп жүр. Руыңғым, 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 руыңғым деп. Руыңғым десе елін айтады. Руыңғым десе атасын айтады. Кейде руын айтатындар бар. Бірақ жойын жосығын түсінбестен. Алып тастайық. Шежірені неден бастаймыз? Біз 20 елден тұрамыз. Қаңылы, сіргелі, жалайыр, сарвисын, ұсты, ошақты, дулат, албан, суан, шапыраш, тарғын, тарақты, қыпшақ, қоңырат, уақ, керей, майман, әлімілі, байыл, жетіру. Содан кейін 3 теле бар. Қалеген, дүлеңгіт, түрі деген. Келелер олар. Жүздерге кірмейді деген жалпақ сөзбен ұрып тастаймыз. Анау ел, анау теле. Теле деген сөзді орап айтсаң, ел, ет деген сөз шығады. Ал біздің ел деген сөз страна, народ деп аударылады. Теле деген ел ет дейді, страну народа делай дейді. Түсінсің бе қалай? Сөздің құндылығына кіретін болсаң. Болмысында бір ғажайып бір құпия жатыр. Өзгелер түсінбейді, қазақ ұмытқан. 20 ел 3 теле. Қазір біздің ортамызда ауру пайда болды. Мына тұрғандардың бәрі ел екенін біліп отырып, біз дейді бәленбай деген атамыздың дейді, керей деген атамыз, майман деген атамыз, жалайыр деген атамыздың басын тауып аламыз дейді. Мына тұрған ел ол, таң балам тастауы. Таң басын тауып алдым десе бір сәрі алтындап күмістеп жасаған екен, біздің арамызға дейін бәленбайын шығасырда деп айтса бір сәрі. Олай емес, тура өзін тауып алады. Тауып алу мүмкін емес. Мына тұрған біреуін де тауып алу мүмкін емес. Бұлардың атынан адам пайда болуы мүмкін. Мысалы менің ауылымда Найман деген жігіт болды. Бізден бір класс жоғары оқыды. Менің класстасым болды Керей деген. Мыналардың атынан адамның есімін қоюға болады. Бірақ мына тұрған елдерді жердің астынан да, жердің үстінен де таба алмайсың. Оны тек қана өзің болмысыңнан ғана таба аласың. Өзіңнің болмысыңнан таба аласың. Қалған жерден таба алмайсың. Табу мүмкін емес. Бұл құдірет, тәңірлік Құдайдың жасаған құдіреті. Эволюциялық жолменен пайда болмаған бұл. Егер біздің жаратушымыз әлемді жаратқаны болатын болса, ол бірден осылардан тұратын адамды жаратып жіберген. Адамды кадыман емес, инсанды емес, саз балшықтан немесе почвадан жаратылған. Бізді бірден жаратқан. Осылардан, осы тұрған заттардан. Оны қазір айтқан сайын түсінесің. Сондықтан таңбалы тұрған мына елдерді, ана тұрған телелерді жерден сүйегін тауып аламын деп ойлаушы болма. Жерден осы жаратқан адамның сүйегін тауып алуы мүмкін. Бұл 20 ел 3 теле екен. Ел, страна, народ. Енді қазақта 100 деген сөз бар ғой. 100. Үшеу деп қойдық. Ұлы 100, орта 100, кіші 100 деп қойдық та. Біреулер бізге оны аударып берді. Біздің даламызда келіп басып аламыз деген жаңағы 100-дерді бытшын шығарып аударып берді. 3 дегенді аударды, 100 дегенді аудармай, 300 деген сөзді дүниетанымдық қазақтың обихотына кіргізіп жіберді дағы келе кетіп келеді. Трайбалистсіңдер сендер, трайбалистсіңдер сендер деп. 300. Оның үстіне келе кетіп қойды, оған да көндік. Ұлы 100, старший 100 деп, орта 100, средний 100, кіші 100, младший 100 деп аударды. Түсінесіз бе қалай? 300 дегенді алдыдағыны бытшытын шығарып, бізді келе кетуіме келеді. Трайбалистер олар деп. Оған біздің мен деген қазақтың бәрі айтады. Бірден келесің, трайбализмді қойшай деп қояды. Мен анау жылдары кенеттен бәрін қойып, осын зерттейінші деп, қазақтың дүниетанымын аралап, саралап кеткен кезде аян алдым әрине. Болмысымнан бір ақпараттар ағыла бастады. Сол уақытта мына 20 ел 3 телені таптық. Соны жаңағыдай құлдырап кеткен 300-іміздің негізін ақтарайық деп шежірені ақтарсақ, бізге жеткен шежірені. Біз 300-ден емес, 500-ден тұрады екенбіз.
500-ден ұлы жүз, орда жүз, кіші жүз, мың жүз, 40 жүз деген. Мына орда күші деген сөзді мен. Ол орда емес ол. Ол орда. Яғни оны біз дауға қоямыз. Ол кіші емес ол. Кіші емес ол кіші. Сондықтан біз оны жауға қоямыз деп айтамыз. Сен егер ұлы ұлт боламын десең, жаңағының бәрі ұлық сөздерден тұру керек қой. Одан ары қарай кетейік. Жүз дегеніміз не? Аударылмайтын сөз ба не? Жүз дегенің 100 деген сөз. Жүз дегенің плавай деген сөз. Жүз дегенің лик деген сөз. Басқа сөз болады ғой. Құдайдың жүзі бар, табиғаттың жүзі бар, адамның жүзі бар, жүзі бар. Лик божественный. 5 ликов. Түсініп отырсың ба қалай? Соныменен жүз дегеніміз лик болып шықты. Трайбализм деген сұмырай сөзі алыста қалды. Жоқ. Керек етуге келмейтін дүние болып шыға келді. Жүз дегеніміз лик болды. Ана біздің даламызға келген бір религиялар былай дейді. Убогое стали божественного лика, он кадмана делал подобным себе дейді. Из почвы дейді. Бірақ 300 бар дейді. Отец, Сын и Святой Дух дейді. Ал бізде қарасаң безеу екен. Нені білдіреді? Аналардан артық жерін көрсетіп отырмыз ғой. Мына тұрған түсінік 20-53 теле деген оларда тіптен жоқ. Әлемнің бірде-бір халқында жоқ. Мына тұрған 20-53 теленің ішінде моңғолың да жоқ, арабың да жоқ, орысың да жоқ, еврейің де жоқ. Ешкім жоқ мына ішінде. Бұның ішінде тәжігің де, қырғызың да жоқ. Бұл түсінік басқа ұлттарда да жоқ. Мүмкін емес болу. Осыған ұқсаймыз деп қолдарынан келгенше өздерінің шежірелерін жасамақ болғандар бар. Еврей халқы да үшеуді түгендеген сефарлар, хасидтер, ашкеназылар. Бірақ 1140 жоқ оларды. Мына тұрған 20-53 теле жоқ оларды. Сенің айналаңда түркі баласымын деп бізге кіргізіліп қойылған, терминді пайдаланғысы келіп отырған бір ұлт та жоқ мынау. Болуы мүмкін емес. Бұл заңдылықты білу үшін сен бұны тәжірибеңнен өткізіп, ғасырларды басыңнан өткізіп, ой түйуің керек. Немесе Тәңірлік Құдайдан бірден алуың керек. Бұл өмір, бұл жаратылу. Құдайдың жаратылған әлемнің ішіндегі био әлемнен жаратылу заңдылығы орныққан түсініктер бұл. Түсінесің ба қалай? Міне 500-іміз бар екен. Мына тұрған жүздер екіге бөлінеді екен. Ру мен атадан тұрады екен. Біз сұрап жүрміз, руың кім деп. Сол уақытта айтамыз, Албан деп қаламыз. Дұрыс емес екен. Атаң кім деген кезде айта саламыз. Жетіреу дей салады. Олай емес екен. Мына тұрған 20 ел, 3 теле сенің ол діндің екен. Это есть столпы живого мира. Олған өмір беру үшін бір зат керек екен. Оны қазақтар жүз деп атаған. Ол бесеу екен. Сол жүздер ру мен атадан тұрады екен. Түсінесің бе қалай? Ру мен атадан тұру үшін дейді, қазақ айтады. Мына тұрған 504-тен 2-ге бөлініп кетеді дейді. Біреуін ғұндар деп атайды. Ұлы жүз, орда жүз, кіші жүз, 40 жүз болып ғұндарға кетеді екен. Оның баласымыз дейміз. Олардың бәрі ру мен атадан тұрады екен. Екіншісі былай кетеді екен. Ғұндарға кетеді. Біз ғұндардың баласымыз дейміз. Ұлы жүз, орда жүз, кіші жүз, 1000 жүз болып бөлінген кезде мына 1000 жүз бен 40 жүз айырмашылық болып шығады екен. Ғұндардың жаратылу тарихына ерекшелік, заңдылық беретін ол 1000 жүз бен 40 жүз екен. Ғұнның баласымыз деп еркін айта аласың. Құнның баласымын деп еркін айта аласың. Міне осындай дүние. Сонымен не оқыдық? Біз міндетті түрде оқшауланамыз. Мына дін-діңгекті көріп отырып, соны біліп отырып, мүмкін білместіктен. Оқшауланамыз. Мен төремін деп қоясың. Мен қоңырақпын, мен майманмын, мен шапыраштымын, мен сарисінмін, мен қаңлым, мен қыпшақпын деп оқшауланасың. Жеке дара. Соныменен шаруа бітті деп ойлайсың. Ақиқатына келіп, мына заңдылықты ұқсаң, мына тұрған 20-53 теле, жеке дара өзіңнің еліңнің атын айтып тұрсаң да, сенің болмысыңда орналасқан екен. Сенің қалған 22-ден біреу болып оқшауланып кетсең, қалған 22-ден
0,25% ғана ерекшелігің бар. Бірақ мынаның біреуі болмысыңда жоқ болатын болса, сен адам болып өмірге келе алмайсың, жаратыла алмайсың. Түсініп отырсың ба бүтіндік қандай? Қазақ білген дүниетанымның бүтіндігі. Мына тұрған 23 сенің болмысыңда түгел орналасу керек. Бірақ сенің ерекшелігің болады екен. Өзіңнің еліңнің атын атаған кезде. Ерекшелігің бар. Ол туралы кейін айтамыз. Мына тұрған 23 қандай ерекше қабілетті, қанша ерекше қасиетті арқалап өмірге келетіні, немесе өмірде соған жететін сабыр амалымен. Оны жеке айтамыз. Мына тұрған 500-сіз, сен тағы да толық емессің. Ана тұрған ұру атасыз, сен тағы толық емессің. Сен міндетті түрде ұруларың білуің керек. Аталарың тарата білуің керек. Осылар бір-біріне қосылған кезде сен айтасың, мен Байұлы деген елдің ішіндегі, Бәленбай деген рудан, Бәленбай деген атадан мын деп айтасың. Мен Байұлымын, мен Жетірумын, мен Уақпын, мен Қоңыратпын, мен Тарақтымын, мен Арғынмын, мен Ошақтымын деп айтылмайсың. Мен Ошақтыдамын, мен Дулаттамын, мен Сарисүнемін деп айтуың керек. Миллионның біреуі ғанасың сен. Сол өмірге алып келген адамдардың саны қаншалықта болды, соның біреуі ғанасың сен. Анаң болғандықтан ол жақтан келген ақпарат бар. Өзіңнің жұртыңның ақпараты бар. Өткен өмірдегі ақпараттар бар. Сені ерекшелеу етіп жасайды екен. Ерекшелігің қайтадан қайталап айтамын. 0,25% ғана. Бірақ мыналарсыз, мына тұрған елсіз, мына тұрған русыз, мына тұрған атасыз, мына жүзсіз, олардың бәрі толыққанды сенің болмысыңда болмаса, сен адам болып жаратыла алмайсың. Бір айтарым былай, мынаның бәрі естиді. Өмір жасай алатындар бұлар. Құлағы жоқ деме. Біздің аталық, аналық ұрығымыздың өзінде де мида жоқ, нәрсе жоқ. Болмысы осыдан ғана тұрады. Бізді жасай алады 9 айдан кейін. Тоқып шығарады. Сол тоқып шығарғанның бүткіл болмысы осылардан тұрады. Бұлар естиді. Құр сөз деп ойлап қалма, бұның бәрі тірі. Тірі әлемді жасай алатын, естиді, шешім қабылдай алады. Сен отырсың, мен Бәленбай деген елдің азаматымын, мына біреу елдің азаматын басын кесіп алам, құртамын десең, сенің болмысыңда сол ел естіп отырады, шешім қабылдап жатады. Жарайды, сен оны құртарсың, мен де сенің төменге жетермін деп. Сен бір қуысың, керемет сұмырайсың, бәрін алдап кете аласың. Бірақ көзің алдында бәрін бытшын шығар. Бұлар естиді, шешім қабылдай біледі. Қазақ білген. Сондықтан қазақты керемет құрметтеген. Ең соңғы қойын, ең соңғы тайын сойып беріп, құрметтеп сыйлаған. Қазақсыз өмір сүре алмаған. Неге десең, бірақ жүйе екен. Мына тұрған жүйе екен, мына тұрған жүйе. Қазақтың жүйесі бұл, қазақтың жүйесі. Басқалары да жоқ. Осы жүйемен өмір сүрген кезде біз күмістен киім киіп, алтыннан киім киіп, өмірден озған кезде ақтығымызды алтынмен көмкеріп желеген ұлттамыз біз. Қазақ осы тұрған жүйені білген кезінде қазаққа қастандық жасама. Қазақты бар болмысымен, жан тәнімен қорғаған ұлт болатынбыз. Сондай құндылықты білген ұлтпыз біз. Келекетіп жүрміз. Елің кім десең, Жезқазған деп қояды. Қарағанды деп қояды. Қаланың аты ғой десең, мен қазақпын деп қояды. Қазақ сенің ұлтыңның аты. Мына тұрғандардың барлығының заңдылықтары қосылып барып, сені қазақ ұлты жасайды. Қазақ ұлтыңның есімі. Солай. Ары қарай жүгінейік. Осыны айтып алдық. Осыны кәдімгі зікірлетіп тұрып айтып алдық. Енді осыны дәлел үстіне дәлел болу үшін ғылымға жақындатуымыз керек қой. Қазақтың білген аңызға немесе ертегіге ұқсас дүниесі болып тұр қазір бұл. Біреулер сенетін, біреулер сенбейтін. Түсініксіз бірдеңе болып тұр. Сондықтан генетикаға жүгінейік.
мүмкін ақиқаттың беті ашылар. Бізде 20 бар екен, 3 бар екен. Ол заңдылық генетиктер зерттеген әлемде бар ма екен десең, бар екен. Міне мынандай. Мына әлемдің негізін құратын ол белоктар дейді. Мен Тәңірді белок деп айтып жүрмін. Ір деген сөзіміз ол белок деген сөз. Тәңірдегі ір деген сөз. Тәңір, теңір, таңыр деген сөздердің ішіндегі ір деген ол белок деген сөз. Таң дегенің утро деген сөз. Таң дегенің связывай деген сөз. Таңып тастау. Таң дегенің таң қалдым деген сөз. Удивление деген сөз. Удивительный белок деген сөз. Ал ғылым айтып отыр. Мына тіршіліктің, мына тұрған өмірдің негізін белоктар құрады дейді. Оның жалпы саны 200 дейді. Оның құрылымы дейді, амин қышқылдарынан, нуклеиновый қышқылдардан, глюроновый қышқылдардан, виноградный қышқылдардан деп көрген сайын атау қоя берген ғой оларда, қазақ сияқты. Қазақ маңдайдағы шырақпен әлемді көріп тұрған кезінде көрінбейтін әлемнің бәрін атау қойған ұлтпыз ғой. Сондықтан бізде 2.600.000 сөздік қорымыз бар. Ол әлемнің баламасы. Тілдің арқауы, ойдың тұрағы ол сөз деген. Сондықтан мен айтып жүрмін, сөзді тыңдай біл деп. Әр сөздің артында мағына мен мән, себеп пен салдар бар деп. Айтып жүрмін ғой. Соңғы 30 жылда айтып жүрмін. Түсініп отырсың ба қалай? Сол белок дейді, өмірдің негізі дейді. Соның амин қышқылдары бар, 20 ірі белок дейді. Тірелемді жасайды дейді. Оның саны 20 дейді. Және 300 знак препинаниядан тұрады дейді. Алып тастайын ана Тәңір деген сөз. Көріп отырсыздар ма? 20 аминокислота 300 знак препинанияда тұрады дейді. Бізде 20 ел бар болады. Теңесті екеуі. Қазақ неге таңбалап тастаған түсініп отырсың? Түсініп отырсың ба? Оның үстіне оны ел деп атап қойған. Страна, народ деп аударылады. Адам деп емес. Это целая страна деп. Это народ деп. Адамдар жасайтын, халықты жасайтын дүние деп. Ғылым айтып отыр. Солға айналып тірелем жасайды дейді. Адамды да, өсімдікті де, жануарды да жасайды дейді. 20 аминокислота дейді. Оның 300 препинансиясы бар дейді. Бізде 13 теле дейді. Сен қара. Бізде атау бар, бұларда атау жоқ. Атамаған. Көрген, бар екенін білген, генетикалық кодты қазақша шежірелі жасаған кезде оның триплеттерін жазған, 300-ін жазған. Бірақ мына жерде атаусыз. Бізде атауы бар. 20-ға 20, 3-ке 3, 23-ға 23. Теңесті. Қазақ білген дүниетаным ғылымға бірден сүңгіп кетті. Қазақтың жаңағы амин қышқылдары деп отырғанды ел деп атап қойып оған атап берген ғылымда білмейді. Қазақтың өзі өсінге дейін әлі түсінген жоқ. Мен өзімнің ақиқат кітабымды 2006 жылы жазған. 2006 жылы. Қазір 2006 жылғы балалар қазір 20 жаста. Түсінесің ба қалай? Ғалымдар осының бәрін көрген кезде атап шыққан бәрін. Аланин, аргинин, аспаргин кислотасы, валин, гистадин, серин, тиразин, триптофан. Түсінесің ба? Көргеннің бәрін атау қойған. Қазақта көрген білгеннің бәрін атау қойған. Таңбасын қойған. Ғылымда солай жасаған. Ойпырмая дейсің. Бізде 100 бар еді ғой. Бізде 5 ғой саны. Дейсің даған зерттеп қойсаң былай болып шығады екен. Амин қышқыларынан басқа нуклеиновый қышқылар болады екен. Яғни нуклеотид деген ол біздің 100 деген сөзіміз болып шығып тұр ғой мына жерде. Оның да саны 5 екен. Аденин, цитозин, гуанин, урацил, тимин деген. 5. Біздің жүзіміз 5. Мына нуклеотидтің саны 5. Таңғалар алыс па? Ғылым айтады, мына тұрған 5 дейді, мына тұрған 5. Мынау менен қосылған кезде дейді. Тірелем басталынады дейді. Бірақ дейді, қосылмас бұрын дейді. Бұның өзіндік құрылымы бар дейді. Ол немене құрылым деп қалсаң, нуклеотидтер дейді, 2-ге бөлінеді дейді. Біреуін ген деп атайды, екіншісін аллель деп атайды. Қазақ айтады, 100-дер ұл мен атадан тұрады дейді. Ғылым айтады, нуклеотидтер дейді, ген мен аллельден тұрады дейді. Яғни сенің ру деп отырғаның ген, аллель деп отырғаның ата ғой.
Бұл не деген совпадение дейсің. Біздің қазақ айтты ғой, онымен қонға бөлініп кетеді. Бұлар да бөліне ме десең, былай дейді. Бөлініп кетеді дейді. Ана тұрған бесеу дейді. РНК-ға аденин, цитозин, гуанин, урацил болып дейді. ДНК-ға дейді. Аденин, цитозин, гуанин, тимин болып кетеді дейді. Содан кейін айтады. Генетикалық кодты дейді. Генетикалық кодты ДНК жасамайды дейді. Генетикалық кодты ДНК жасамайды дейді. Генетикалық кодты РНК жасайды дейді. Қазақша айтқанда, шежіре тілді құндар жасайды дейді. ДНК емес дейді. Құн РНК жасайды дейді. Түсініп отырсың ба қалай? Яғни қазіргі зерттеушілер ғой, сілекейіңді алам, шашыңды алам, аламындағын сенің ақиқатыңды тауып берем дейді дағыны. Тауып жатыр ғой. ДНК арқылы. Ерекшелігі тиминда тұрған ДНК арқылы мен сенің ақиқатыңды тауып берем дейді. Бірақ ол генетикалық код жасамайды дейді. Генетикалық кодты жасайтын РНК екен. Сенің адамың болып, қазақ болып, ананың орыс, ананың еврей, ананың түрік, ананың қырғыз, ананың өзбек, ананың қытай, ананың қалмық болып кетуін, ананың орыс болып кетуін анықтайтын дейді, ол мынау дейді. РНК дейді. Яғни сен ДНК арқылы сенің ақиқатыңды адам ретінде, ұлт ретінде тауып бере ме? ДНК арқылы тауып бере ме? Мына қазақ ұлты дегенді тауып бере ме саған? Тауып бере алмайды. Сондықтан олар мынандай айтады. Жаңағы зерттеу кезінде 99-да дейді. 9. Жуық шамада таптық дейді. Түсінесің ба? Толық тапқан жоқпын дейді. Жуық шамада біз дәлелдедік дейді. Ал толық дәлелдеу үшін мынау керек екен. Түсінесің ба? Яғни ДНК арқылы дәлелдедім деген сөз жуық шамада болғандықтан толыққанды емес екен. Яғни жаңа дәлелдердің уақыты келу керек. Міне осындай дүние. Сонымен мыналарды алайық. Қазақтың 20 елшілерін қояйық. Басына қазақ ұлты деген жазуды қояйық. Қазақ ұлты 20 елшілерден тұрады екен. 500-ден тұрады екен. Ол ру мен аталарға бөлінеді екен. Олардың өзі екіге бөлініп кетеді екен. Жаңағы тұрған жүздер, құндар мен құндарға. Оның құны, мына тұрған құны шежіре тілді жасайды екен. Яғни қазақтың білген заңдылығымен ақиқат іздесең қалай сұрайды екенсің? Руың кім десе, руыңды айтуың керек. Адаймын деп, ол сенің руың. Елің кім дегенде, бай ұлымын деуің керек. Содан кейін сенің атаңды сұраса, моң ұлымын деуің керек. Рудың ішіндегі атаңды айтуың керек. Өмірден кетіп атқандар демес. Кейде айқай шығып атады. Руың кім десе, шанышқылымын деп қояды. Дұрыс, руың шанышқылы. Ал сенің елің кім десе, сен айтуың керек. Дулатпын деп айтуың керек. Дулат елінің ішіндегі руың сенің шанышқылы. Оны ешкім өзгерте алмайды. Миллион жылқы сойы, ақсар басады. Құдай кешірмейді. Мына тұрған Тәңір кешірмейді. Ол белок, елдер, рулар, аталар, жүздер. Ғылым тілімен айтсаң, қышқылдар. Әмин, нүкелейін, тағысын тағы болып толып атқан қышқылдар. Бұлардың бәрі ғылым тілінде белоктар. Біздің тілімізде жүздер мен елдер. Осы арқылы қазақ бірін-бірі іздеген, бір-бірін тапқан. Осы арқылы бата берілген, тілек айтылған, лебіз айтылған. Сен бата берсең де жүздеріңнің атынан бересің. Еліңнің атынан бересің. Сол елмен сол жүздердің ұлы ұрпақ ретінде бересің. Құдайға жалынамын, жалбарынамын десең, осылардың атынан бересің. Өзің тұлғасың, адамсың, бірақ сенің болмысыңды құрап тұрған дүниенің атынан бересің. Осыларды аруақ жасайды, аруақ жасайды. Осы аруақтың құрылымында орныққан, мәңгілік өлмейтін, жоғалмайтын, осылар ақпараттарға ие. Ақпарат деген сөзді орап айтсаң, тарапқа деген сөз шығады. На все стороны мира деген сөз шығады. Осы жерде өмір орныққан, осы тұрған затта өмір орныққан. Осы жерде өлім орныққан, осының біреуі білінсе өлесің. Бірақ мәңгілік өлмейсің, мыналар жойылмаса сен жойылмайсың.
Мынаны жойып жіберу мүмкін емес, мына тұрған заңдылықтарды. Шежіреділді көрсетем, шежіреділді жойып жіберу мүмкін емес. Ақпараттар сен ұрпаққа тастап кетесің осы арқылы. Аталық ұрғы ретінде жүзіп жүрген кезде бүткіл өмірге қанша рет келдің, сол ақпараттың бәрі соның бойында болады. Ақпарат ретінде, информация ретінде қаласың. Сондықтан қазақ шежірені таратқан, шежірені қайырған. Сондықтан қазақ келтек, толтек деген құжат жүргізген. Оның атын үрімбұтақ, ататек құжат деп атайды. Саған 7 атаңды ізде деп отыр ма? Онда 7 атаңды сана. 7 атаңды тарат. Саған мынаны сұрап отыр, сенен мынаны сұрап отыр. Ата тегіңді сұрап отырған жоқ, өмірге кетіп жатқандар сұрап отырған жоқ. Ата тек деген бар, родословный деп орысшаға аударылады. Одан кейін үрім-бұтақ деген бар. Үрім деген генеалогия, бұтақ деген бекіп деген сөз. Сол толтек пен келтектен тұрады. Біреуі текті толтырып отырады, біреуі келтек болып кесіліп кетіп жатады. Біреуі өмірге келіп жатады, біреуі өмірден кетіп жатады. Саған 7 атаңды іздетіп отыр. 7 атаңды білдеп отыр. Мінекей қазір мен кітабымды ала салайын да, алдыма қояйын да, оқиын. Біраз оқиын. Тыңдайсың ба, тыңдамайсың ба? Мысалы, Жалайыр деген ел бар. Жалайырды Таз деген ата бар. Сол Ысты елінің Жауатар руының Таз аталасымен аталасы. Атасымен аталасы. Қыз алысып, қыз берісе алмайды. Ал елдері біреу ақ. Рулары бөлек, жүздері бөлектігіне қарамастан аталастар. Аталас деген сөз түсінесің ба? Одан ары қарай айтсақ, ол жүздің Албан деген елінің Сүйменді руында Таз деген ата баласы бар. Жалайырлардың Таз атасы олардан қыз алысып, қыз берісе алмайды. Аттас-тәреттар бірін-бір теу жібереді. Неге десең, аталастар олар. Осы жерде тағы бір айта кетейін. Жалайырда Айт деген ру бар. Албандарда да Айт деген ру бар. Кіші жүздің Әлімұлының Шекті руында Айт деген ата баласы бар. Шекті руының Айт деген ата баласы бар. Жалайырлардың, Албандардың Шекті руының Айт руымен аталастар қыз алысып, қыз берісе алмайды. Аяндан ары қарай кететін болсаң, Арғын елі Қаракесек руының Таз атасымен аталасы. Енді одан ары қарай кіші жүзде Байлы елінің Таз руымен аталасы. Бұлар аталастар, руластар, қыз алысып, қыз берісе алмайды. Бұрын қазақ шежіренің қайырып, шежірені таратып отырғанда, қазақтың шежірешілеріне барып сұраған, осындай елмен құдандалы ел болайын деп отырмыз. Қай елсің? Жалайырмен. Жалайырдың ішінде қайсың? Орақты руынамын. Оның қайсың? Көкшекөз атасынамын. Құдандалы елің қай жерден? Орда жүзден. Уақ еліне. Шоға руында Көкшекөз жоқ, ала алмайсың деген. Неге? Шоға руының Көкшекөзінен ала алмайсың. Аталасыңдар сендер. Ауру бала туады. Кеселді дертті бала туады. Бірден де туа салуы мүмкін. Уақыт өтіп барып, бәрібір ауру жасайды. Рулар мен аталар, елдер, жүздер асықпайды. Қателестің ба, заңдылығын бұздың ба, соттайды. Сондықтан ойлан қарағым деген. Қазақ білген заңдылық бұл. Бұны қазақ қана білген заңдылық. Біз қазаққа тиесілі шежіре заңдылықтарын сақтамай, қазір өзгелердікінің бәрі керемет деп айтатын, ойланып шешім қабылдай білмейтін, өзінің ұлтының ұлы дүние танымы бар екенін ұқпайтын, әлжуаз, сатқын, екі жүзді ұрпақты көптеп өмірге алып келіп жатырмыз. Бұл қазақ деген ұлттың болмысында пайда бола бастаған дерт. Өзің ойлашы, тәңірлік дүние танымында біз жарық дүниені таңдап алғанбыз, осы жерге қайтып ораламыз. Мына тұрған заңдылықтар арқылы, елің арқылы, руың арқылы, телең арқылы, жүзің арқылы қайтып ораласың. Осының барлығы аруақтың болмысында орналасқан, ешқашан өлмейтін заңдылықтар бұлар. Біз қысқа өмірді жалғап отырып, өз ұрпағымыздан өзіміз туып отырып, осы жарық дүниені көркейтеміз дейтін концепциямен, тұғырнамамен өмір сүрген ұлт болатынбыз. Мына тұрған заттардың біреуінде адам баласы жасай алмайды. Мынаның барлығы адамды жасай алады.
Бұл аталған ұрықтың ішінде де орналасқан. Жалпы ақтың ішінде орналасқан. Сенің болмысың 300 миллиард клеткадан тұратын болса, ақтан тұратын болса, соның әрқайсында орналасқан. Бұл заңдылық. Заңдылығын бұзсаң аямайды. Бытшытың шығар жүреді. Бүгін болмаса ертең, ертең болмаса бүрсі күн. Керек болатын болса кеше. Осылар жатырдың ішінде бытшытың шығарып түсік қып лақтырып жіберді. Осылар шешім қабылдайтын. Осылар үреге ие. Осылар санаға ие. Міне осындай дүние. Тек қана қазақта бар бұндай түсінік. Мынаны бірде-бір жер бетінде халық жүйреп, орнына қойып, заңдастыра алмайды. Оның үстіне шежіре ділді, генетикалық код. 1965 жылы генетиктер тапқан генетикалық код бар. Жер бетінде бір-ақ халықта бар. Жер бетінде бір-ақ халық мыңғырған емес, мыңды жығар бала туу үшін, ұрпақ келдіру үшін өзінің тінін білген ұлт. Яғни 46 хромосомға кариативіне атау қойған ұлт. Біздің бабамыз Үйсін, біздің бабамыз Арқұй, біздің бабамыз Алшын деп 300-дің бабасын жеке дара айтқан ұлтпыз біз. Мына тұрған 20 ел, мына тұрған қазақ ұлтының негізін құрады. Дін діңгегі мына тұрған 20 елдің қағанаты болған, қағандар басқарған. Мына тұрған рулардың қандығы болған, қан, кровь, қандар басқарған. Мына тұрған аталардың ұлыстары болған, Уан хандар басқарған, Уан хан, бектер болған, әкімдер болған. Мына тұрған жүздердің 3 төбе би емес, 4 төбе би болған. Төбе билер елді басқарған, жоғарғы кеңесі болған, ұлықтары болған, қазіргі заманның сенаторына сәйкес келеді. Датқалары болған, қазіргі заманның депутатына дәл келетін. Датқалар соқты жерге қойып, дат десе датыңды айт деген. Ұлт болатынбыз. Қазақ солай өзінің дүниетанымның заңдылықтарын ұмытты да қалжырап отырмыз. Ағарыс, бекарыс, жанарыс, байшора, қарашора, жансора деген шежіре ділімізде, генетикалық кодта әлем білмейтін заңдылықты білген ұлтпыз. Арыс қызы туатынын да білгенбіз. Еркек шораның да пайда болатынын білген ұлтпыз. Соны болдырмас үшін мына шежіре құрылымын сақтап отырып, атастырғанбыз. Ұлымызды үйлендіргенбіз, қызымызды тұрмысқа бергенбіз. Оның да заңдылығы болған. Бел құда, бесік құда, бауыздар құдалық деген құдалықтың түрі болған. Оны да ұмыттық. Солай, ары қарай кетейік. Сонымен мына тұрған өмір заңдылығы екен. Құрып кетпейтін заңдылығы екен. Қазақтың шежіресінің заңдылығы екен. Қазақтың түкке тұрғысы деп жүрген шежіресі ғылымменен салғастырсаң айнымай қалады екен. Яғни мен ақиқатымды айтамын десем, қазақтың дүниетанымына жүгінуім керек екен. Ақиқат айтқан кезде осылай заттың орнын көрсетеді екен. Дәлелмен. Сенің көрсетіп отырған заңдылықтарың, күніде жасалған заңдылықтарың қазіргі заманның ғылымына сәйкес келіп табысу керек. Дертті бала туғын келмей ме? Кеселді бала туғын келмей ме? Аурушаң бала туғын келмей ме? Әлжуаз, өтірікші, өсекші, мәңгүрт бала туғын келмей ме? Данышпан, дана, кемеңгер бала туғын келе ме? Қабілетті бала, қабілетті қасиетке көтеретін бала туғын келе ме? Онда шежіре заңдылығын ұста. 20 еліңді жөндеп сұра, 3 тереңді түгінде, 500-іңнің екіге жарылатын, біреу құнға, біреу құнға кететін, құндар шежіре тілді жасайтын, бірақ сол жүздердің бәрі ру мен атадан тұратын ұғын. Қазақтың ақиқаты шежіре тілдің ішінде орналасқан. Мына заңдылықты білсең, қазақ заңдылығын білесің. Қайталап айтамын, өмірде осы жерде орналасқан, өлімде осы жерде орналасқан. Өмірге қайтып келу, діттелу заңы да осы жерде орналасқан. Өмірді айландыратын осылар. Осының ішінде кеселде дерт орныққан, осының ішінде даналық, данышпандық, кемеңгерлік, қабілет пен қасиет осы жерде орналасқан. Осылардың заңдылығын орындадың ба, бәрі ашылады. Осының заңдылығын білдірдің бе, бәрі жабылады. Бытшытың шығарады. Осындай әңгіме. Жақсы сау болыңдар.